Құрметті әріптестер, өздерің жақсы білесіздер, президентіміз біз енді әділ Қазақстан тұрғызамыз деп алдымызға мақсат міндет қойды. Осы жерде отырған депутаттар да осы мәселелерді 100% қолдайды. Қазір жасалып жатқан мына заң жобалары, жалпы шешімдеріміз соған бағытталған. Ол ешкімге жасырын емес. Енді қалай біз қоғамда әділеттік орнатамыз, егер де әділ сот болмаса? Үкімет әділ жұмыс жасасын, парламент әділ жұмыс жасасын. Егер де сот әділ шешім шығармайтын болса, онда біздің ісімізден ешқандай нәтиже шықпайды. Сондықтан осы мына сот жүйесіндегі проблемалар әлі күнге дейін шешілген жоқ. Естеріңізде болатын болса, мен 7-ші созыпта осы мәселені көтергенмін өткен шақырылымда. Сот жүйесі бір жабық мекемеге айналып алған деп. Жаңа Ринат Зайтов депутат осы мәселені көтерді, біз тұшымды жауап алған жоқпыз. Егер де біз елден келген, әділдік іздеп келген азаматтарды қабылдап, олардың мәселесі мына жерде шешпейтін болсақ, мына сот жүйесінде ол жалғаса береді. Мысалы, олар айтады, біз деген ол соттардың шешімін қарай алмаймыз. Неге қарай алмайсыздар? Мысалы, акиматтар дұрыс шешім шығармаса, үкімет оны қарап, ол қайта жаңағы мәселелерді қарауға құқылы ғой. Сіздер де өздеріңіздің соттарыңыздың төменгі деңгейдегі мәселесін қараңыздар. Ол не үшін керек? Мүмкін бір жүйелік проблемалар бар шығар. Сол жерде шешілмей жатқан. Сондықтан мына заңның аясында осы механизмді қалайда біз қарастыруымыз керек. Әлі күнге дейін әділдік іздеп, бұрынғы ескі Қазақстанда әділетсіз шешім жасаған адамдар әлі күнге дейін жүр, мәселе шеше алмай. Екінші мәселе, Мұсабаев Саматтың көтерген мәселесі өте өзекті мәселе. Егер президент өзінің жарлығымен отставкаға жіберетін болса, шектейтін болса сотты, неге оны біз деген приказбен, бұйрықпен қайта қабылдауымыз керек? Ол конституцияға қарсы. Ол немен жарлықпен кетті ме, жарлықпен келсін, кері қарай. Бізде сондай ақпарат бар, кейбір резонанттық мәселелерді сондай 6 айға шақырып, сондай соттармен шешіп отыр да. Қалай ол сонда? Президенттің жарлығынан жоғарғы соттың төрағасының бұйрығы сонда маңызды ма не? Одан жоғары ма әлде? Дұрыс емес ол ешқандай. Ешқандай оған деген аргумент жоқ. Сіздердің айтқан аргументтеріңіз бізбен сөйлескен кезде, сіздің ана өкілдеріңіз келді маған. Ол жаңа поправканың біреуінің авторы менмін. Айтып отырғаны судья жетіспейді дейді. Жетіспесе дайындаңдар сотты. Неге резерв жасамайсыздар? Сонда сот жетіспейді деп енді президенттің жарлығының үстінен бұйрық шығарасыздар ма сонда? Бұл қандай жат? Бұл конституцияны бұзып отырсыңдар ғой сендер. Вообще процедураны бұзып отырсыңдар. Заңгерлердің өздері заңды бұзып отырсыздар. Онда бәріміз сөйтейік, құрылысшы жетіспейді. Энергетик жетіспейді. Онда бәріміз сөйтіп, онда заңды бұзайық та, сөйтіп жаңа бұйрықпен жасай берейік шаруаның бәрін. Сондықтан мына екінші неге дейін жаңағы оқылымға дейін мынаны қабылдайсыздар. Дұрыс емес бұл. Президенттің жоғары болып тұр, жоғарғы соттың бұйрық шығаруы деген. Конституцияға қарсы айтып отқан уәждерің вообще келмейді ештеңеге. Міне депутаттар, мен сіздерге айтам, мынау антиконституционный норма кіріп кеткен кезінде, жаңа ескі Қазақстан кезінде, бұйрықпен 16 жылы кіріп кеткен. Қайтаруымыз керек бұны. Бұйрықпен, жарлықпен кетті ме президенттің, жарлығымен қайтып келсін жаңағы сот. Вообще қайтармаңдар. Отстап кетті ме кетсін. Басқа жаңа жастар дайындаңдар. Оқытыңдар. Резервке алыңдар. Қабылдаңдар. Бізде юристер көп қой, лег-легімен жүр. Сондықтан мен ойлаймын, мынанда уәждерің вообще келмейді. Егер де осы норма өтпейтін болса, бұл заңға қарсы дауыс беремін. Сау болыңыздар.